Ассалаумағалейкум тарих сыйрығы. Бүгінгі әңгімеміз Әз Жәнібек жайлы болады, және де Алтын Ордадағы азамат соғыс жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналдың үлкен қолдау болады. Көп тыңдармандарым жазылмай қарайды. Ағайын қолдау жасап жіберіңіздер. Әңгімемді бастайын. Алтын Ордада Әз Жәнібектің кезінде таққа талас басталмас бұрын 20 жыл бұрын, яғни оба ауруының шығуы себеп болады. Оба ауруы бүкіл Алтын Орда қалаларындағы халықтардың көбісі қырылып аман қалғандары жан-жаққа көшіп-қонып кетіп қалады. Қалалар бос қалады. Оба ауруының шығу себебін шағын айтып кетейін. Ол қазіргі ішкі Моңғолия деп айтады, нақ қазіргі Қытайдың жері. Бұрын жоңғарлардың мекен еткен жерінде бір адам саршұнақ жеп, яғни дала тышқанын жегеннен содан жұқтырған адам Ұлы Жібек жолымен сол кездердегі ауру Алтын Ордаға келеді. Сол кезде Жәнібек әскерін жинап, Кавказды бағындырып, Қырымдағы бекіністі қоршаған еді. Ол бекіністе генуэзтер, яғни итальяндық әскери гарнизон тұрған еді. Бекіністі біраз уақыт ала алмағандықтан Жәнібектің әскерінің арасында да оба ауруының адамдар қырыла бастайды. Жәнібек бұйрық береді, өліктерді бекініске катапультпен атыңдар деп. Солай өліктерді атқаннан кейін бекіністегі адамдар да ауыра бастайды. Бұдан аурудан қашқан және жаудан қашқан генуэзтер түнгі уақытта пайдаланып өзінің кемелерімен елдеріне қашады Қара теңізбен. Солай барлық итальяндық, орыс князьдіктеріне, Европаның түгелдей қалаларына оба ауруы барады. Ол жайлы европалықтар кейіннен жазған, оба ауруы қалай келген, яғни қаншама халық қырылған жайлы. Алтын Ордада Өзбек ханның реформасынан кейін жалғыз жошы ұрпақтар емес билікте. Сол ақсүйектермен бірге теңбе-тең ру басшылары елдің тағдырына қатыса бастады. Яғни оларда билікте аса үлкен рөл ойнай бастады. Өйткені бұрынғыдай Өзбек ханның сенер қалалары болған жоқ. Оба ауруынан кейін көптеген қалалар бос қалғасын, көшпенді баяғы ру тайпаларының күшіне сене бастады. Сондықтан да әрі бір-бірінен тала тартыспен бір-біріне сенбеген ақсүйектер өзін қолдайтын ру басшыларына күндері түсті. Кейін қазақ ханында да осындай үрдіс алады. Өйткені қазақта сайланған рулар басшылары мен билердің сөзі аса қатты рөл атқарды. Хан сайлау кезінде Әз Жәнібектің белгі еткен кезін барша қазақ ауыз әдебиетінде қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған ең ыңғайлы осы кезде қазақтың атақты билері мен тарихи тұлғалардың билікке араласып ел тағдырын шешкен кезде деп айтылады ауыз әдебиетінде. Тағы бір себеп азаматтық соғыс басталуының, яғни таққа таласатын әрі сол жошының ұрпағына тараған адамдардың өте көп болуы. Бұрын Батый кезінде тек қана Батыйдың ұрпақтары ғана таласатын еді. Батыйдың ұрпақтары көздері жойылғаннан кейін барша жошының ұрпақтары таққа өзінің тиісті екенін білдіріп, бәрі де таққа отырғысы келді. Ал әр хан таққа келіп отырғаннан кейін үрей қорқыныштан жан-жағындағы өзінің туысқандарын өлтіре бастады. Кейінгері бұндай әдет Осман империясында болады, яғни таққа отырған сұлтан жан-жағындағы өз бауырын өлтіре алады деген пәтуа бекітеді бас мүфтияты. Солай біраз уақытқа дейін Осман империясында тұрақтылық болады. 1000 адам өлгеннен бір адам өлсін деп пәтуа қабылдайды. Әрі жошының ұрпақтары шағын өзінің ұлыстары болып, әр ұлдарының. Ол да бір үлкен себеп болады, яғни өзінің әскері, өзінің ықпал биліктері болғасын. Ол жайлы жеке тоқтап кетеміз. Азаматтық соғыстың бастауын алатын Әз Жәнібектің Кавказды бағындырып, яғни қазіргі Әзербайжандардың жерін бағындырған кезде өзінің үлкен ұлы Бердібекті тастап кетеді билеуші қылып. Өзі ордаға қайтып келгеннен кейін қатты сырқаттанып ауырады. Бердібекті қолдап жүрген сарайдағы адамдар Бердібекке хат жазады, яғни әкең өлім үстінде, таққа отырғың келсе тездетіп жетті. Бердібек армандап, яғни көз тігіп жүрген адам сарайға қайтып келеді. Әз Жәнібек жазылып кетіп, Бердібектің неге келген, бұйрықсыз неге тастап кеткенін түсінбей, екеуі бір-бірінен қорқа бастайды. Жәнібектің ұлы Бердібекті қолдап жүрген Тоғылбай деген бұрын әскер басшысы болған адам болады. Ол кезінде бір бұйрықпен Тоғылбайдың ұлын Әз Жәнібек өлтірткізген болады, жазалап. Кек ұстап жүрген Тоғылбай Бердібекті айдап салып, Жәнібектің бар жанұясын қырады. Яғни Өзбек хан
ханның бәйбішесі Бердібектің әжесі 10 айлық баланы алып шығып, бұны енді өлімге қимайтын шығарсың, бұл кекті ала алмайды ғой сенен дегенде де тыңдамай, қолынан жұлып алып басын езіп жібереді. Бердібек таққа отырғаннан кейін көп ұзамай өзінді қастандықпен өлтіреді. Осылай ұзақ уақытқа дейін, яғни 20 жылда Алтын Ордада 25 хан отырып таласып басталады. Бердібек өз қолымен барша батулардың ұрпағын толығымен үзді. Алтын Ордада үлкен дау туа бастады. Батыйдың ұрпағынан кім қалды деп. Сол кезде орыс жазуларына қарағанда Кулпатипа деген бір кісі келеді. Христиан дінін қабылдаған екі Андрей және Михаил деген ұлдары бар. Яғни бұл Батыйдың ұрпағы болуы мүмкін, бірақ Ордада ол кезде жалпы халқын бәрі мұсылман, христианға бағынғысы келмеді. Құлпаны көп ұзамай 6 айдан кейін тақтан алып тастайды. Содан бастап ең үлкен азаматтық соғыс басталады. Яғни жошыдан бөлініп шыққан шағын балдарының ұлыстары өзінің таққа тиесілі екенін білдіріп, өзара қырғын бастайды. 20 жылда 25 хан алмасады Алтын Ордада. Осылай Алтын Орданың әлемдегі ең күшті, ең бай империядан тұрақсыздық ойынап, яғни жібек жолда бұрынғыша оңтүстік бағытпен кетіп әлсірей бастайды. Жошының ұрпақтары әрі әулет болып, яғни жошының ұлдарының тараған ұрпақтары өзінің ұлыстары болады, әулеттері болады. Соның бірі билеушісі болған Тоқа Темірдің ұрпағы Орыс хан. Орыс хан басында Еділдің бойында шағын ұлысы болады. Навка Нухрат деп айтады, яғни Навка деген орыс тілінен, Нухрат татар тілінен аударылғанда. Бір тала-тартыс соғыс кезінде ұлысынан айырылып Жетісуға қарай бет бұрып, сонда Тархан өзі еркін адамдар қолдар жинайды. Басында қарақшылықпен айналысады Орыс хан. Кейін қолы жинап үлкен күш болған кезде саяси орданың ішіндегі істерге араласа бастайды. Жетісуда басында негізі Орыс хан Алаша хан сияқты қол жинамас бұрын басында ешқандай қолдау болмай, өз күш қайратымен адамдар жиналып бекіне бастайды Жетісуда. Сол кездерден бастап қазақ ұғымы пайда болған шығар. Ол еркін Тархан болады, ешкімге бағынбаған. Орыс хан қазақ хандығының іргетасын құрайтын Керей мен Жәнібектің атасы болып келеді. Бірде-бір шайқаста Орыс хан сығанақтың әміршісі Жирқұтлыны өлтіріп, аса үлкен беделді болады Жирқұтлы Ордада. Жирқұтлының аталары Исатай, Қият, Әз Жәнібек кезінде үлкен беделді кісі болған. Сондықтан Әз Жәнібек оны сығанақтың билеушісі қылып қойған. Жирқұтлының өлгенін естіген ұлы Чингизбұға сол кездерде Жирқұтлымен қолында Орыс ханның туысқандары тұтқында болған екен. Яғни кезінде Өзбек ханның таққа отырған кезде Жирқұтлымен жақсы қатынаста болып, басқа таққа таласады деген өлтірмеген адамдарын, яғни жошының ұрпақтарын осы Жирқұтлыға жер аударып жіберген сығанаққа. Содан бері олар Жирқұтлының қолында тұтқында болған. Қанша ашуланса да Чингизбұға Орыс ханның туысқандарын өлтіре алмады. Өйткені сол кездегі ұлы хан рұқсатынсыз өлтірсем, Бердібектің оны қателігін кешірмес деп, әкесі Жирқұтлыға арнап кесене салам, осы сол Орыс ханның туысқандары өз қолымен салсын деп ақсүйектерді қара жұмысқа салады. Чингизбұға да саяси тартысқа қатысқысы келіп, тікелей Шыңғыс хан ұрпағына жатпағасын өзіне, яғни бағынатындай кандидат іздеп, соның атынан билегісі келеді. Негізі Чингизбұғаның туысқандары да мықты болады. Оның бірі, яғни немере інісі Мамай болады, Қырымды билеп отқан. Бердібектің өлгенін естіген Чингизбұға Бердібектің орнына Қара Ноғай есімді Тоқа Темірдің бір ұрпағын таққа отырғысы келеді. Бүкіл орда шулайды. Чингизбұға кандидат дайындап қойған. Яғни ол отса барша жошының ұрпақтарын қырып көзін жояды екен таққа таласпас үшін деп. Қара Ноғайды сығанаққа баласы мен інісін мен қоса үшеуін шақырады. Сол сығанаққа барар жолда баласы мен інісі Қара Ноғайды айдап салады. Яғни бізге Чингизбұғаның керегі де жоқ, қара сүйектің өзімізді басқара аламыз. Сығанаққа барған кезде бүлік шығарып Чингизбұғаны өлтіріп сығанақтың билеушісі болады Қара Ноғай. Кейін осы Қара Ноғай таққа таласар кандидаттың бірі болады. Тағы бір ұлыс, ол Шайбандар ұрпағы, яғни Шайбанның балдары тараған арапша атақты кезінде орыстармен де және Сібір халықтарын бағындырып, қазіргі солтүстік Қазақстан, оңтүстік Сібір мен батыс Сібір жерлерін, яғни Ертіс өзенінің бойында мекен еткен жерлері. Шайбанның ұлдары Менгі Тимурдың ұрпағы Есенбұға еді. Сол кездегі Есенбұға да қатысады осы тала-тартыстың біріне. Бірақ басында үлкен беделді атақ жинаған Орыс хан таққа отырып, бастапқы 10 жылдықта байлығы мен оны қолдайтын адамдардың аз болғандығынан көп көзге түспейді. Кейінгі 10 жылдықта өзінің билігін күшейте бастайды. Жалғасы екінші бөлімде болады ағайын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий
комментарий жазып кетіңіздер, ойларыңыз, пікірлеріңізді білдіріп. Көбісі каналға жазылмай қарайды, сондықтан ағайын үлкен қолдау болады каналыма, әрі тез тарауына, халық барша білсін. Жазылып кетіңіздер. Толық тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жалғасын екінші бөлімде тыңдарсыздар.